Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайында дапанжи дайындайтын боламыз, яғни бұл тағам қуырдаққа ұқсас. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен картобымызды, сәбізімізді, жуамызды, тәтті болгар бұрышын қуырып аламыз. Содан соң етімізді қуырып бастаймыз. Мен алдын ала етімді маринадтап қойдым. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Біздің етіміз дайын болды. Содан соң жуамызбен болгарскийімізді қосып, кішкене қуырып, үстіне су құйып қайнататын боламыз. Яғни етіміз жұмсақ болуы қажет. Содан соң картобымыз бен сәбізімізді салып, құқтырып қоямыз. Біздің өте дәмді казан кебабымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.